Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен QGIS бағдарламасы арқылы тапсырма жасауды үйренеміз. Ол үшін біздің ұялы телефонымызға Google Play арқылы алдын ала QGIS деп жазып, QGIS бағдарламасын жазып аламыз, немесе де Google платформасы арқылы біз жазып оны ашамыз. QGIS бағдарламасын ашқаннан кейін біз міндетті түрде тіркелуіміз керек. Яғни ол үшін зарегистрироваться батырмасын басуымыз қажет. Одан кейін өзіміздің жеке электронды почтамыз арқылы тіркелеміз. Следующий батырмасын басамыз. Және мектепте біз өзіміз тапсырма жасағалы жатырғандықтан біз мұғалім ретінде тіркелеміз. Ал егер тапсырма орындағымыз келсе, біз оқушы ретінде тіркеле аламыз. Одан кейін өзіміздің атымызды, фамилиямызды жазып, құпия сөзімізді де ұмытпаймыз. Одан кейін продолжить. Және де осылай біз тіркелдік. Бізде жеке өзіміздің парақшамыз шықты. Ендігі бізде тапсырманы орындау немесе жасау үшін библиотека батырмасын басамыз. Бұл жерде ешқандай көріп тұрғаныңызда ешқандай тапсырма жоқ. Тапсырманы жасау үшін, яғни тестті жасау үшін бізде создать тест батырмасы бар. Одан кейін өзіміздің тестіміз жайлы ақпарат береміз. Одан кейін более батырмасын басып, другой және келесіге өтеміз. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай тестті жасаудың түрлі форматы шығады. Бізге множественный выбор керек. Және осы жерге біз тестіміздің сұрағын жазамыз. Мысалы, алфавиттегі екінші әріпті белгіле. Осындай сұрақты қоюға болады. Одан кейін бұл жерде өзіміз қалаған нұсқа қоюымызға болады. Бірнеше нұсқаларды қоюымызға болады. 4, 5 немесе 3 деген секілді. Егер бізде бұл жерде 3 нұсқа жасағымыз келіп тұр, сондықтан да бір нұсқасын кетіреміз. Мысалы, одан кейін Б немесе Ү. Осындай нұсқаны таңдаймыз. Одан кейін дұрыс жауапты таңдау үшін сол жауаптың үстін басамыз. Және де бұл жерде уақытты белгілеуімізге болады. Яғни бұл сұрақта қанша секундта немесе минутта жауап беруге болады. Мысалы 10 секунд. 10 секунд жеткілікті деп ойлаймын. Одан кейін сохранить батырмасын басып, бұл сұрақты сақтаймын. Бұл жерде сұрақтың дұрыс жауабы жасыл түспен белгіленіп тұрады. Одан кейін добавить новый вопрос. Яғни біз тағы да сұрағын қосқымыз келсе, множественный выборды басамыз. Және де тағы да сұрағымызды жалғастыра береміз. Мысалы, әріп дегеніміз не? Бұл жерде артық нұсқаны алып тастаймыз. Мысалы, дыбыс дейік. Келесі нұсқа дыбыстың таңбасы деуге болады. Бұл жерде дұрыс жауапты таңдай аламыз. Және де уақытын белгілейміз. Және де сохранить етеміз. Міне бізде екі сұрақ шықты. Тағы да сұрақ қосқымыз келсе, добавить новый вопросты басамыз.
немесе қосқымыз келмесе осындай күйде қалдырып және сохранить батырмасын басамыз. Ал егер де бізге өзгерту енгізгіміз келсе бұл сұраққа, онда редактировать батырмасын басамыз. Не бізде бұл сұрақ қайтып шығады. Немесе осындай сохранить батырмасын басамыз. Бұл жерде тілді таңдай аламыз. Бірнеше тілді таңдауымызға болады. Және де бағалаймыз. Бізде бұл жерде өзіміз көре аламыз, немесе басқаларға көруге мүмкіндік жасай аламыз. Және сохранить. Міне, моя библиотекада бізде осы тестіміз сақталып тұр. Басып көрейік. Бұл жерде бұл тестті басқаларға жіберу үшін, бұл тестті басқаларға өту үшін поделиться батырмасын басамыз. Және бұл жерде тесттің ссылкасы тұр. Осы ссылканы копировать етіп аламыз және қалған адамымызға жібере аламыз. Немесе электронды почтаны жазу арқылы сол адамға жібере аламыз. Міне осылайша біз QGIS бағдарламасы арқылы өзіміздің тестімізді құрастырдық. Сіздер де осындай тестті құрастыра аласыз. Назарларыңызға рахмет.